Қайырлы күн, құрметті Алға ауданы Үшқұдық, Қарақұдық ауылының тұрғындары. Дәл қазіргі таңда 23 желтоқсан сағат 12:00 біз Қарақұдық ауылында тиісті жұмыстарды атқарудамыз. Атап айтар болсақ, кешегі күні кешкі сағат 9:00-ден түнгі сағат 12:55-ге дейін Қарақұдық, Ерназар, Тыққайын, Көктоғай, Ақсазды, Үшқұдық, Қарақабда ауылдарында жарықтың беруі тоқтатылған болатын. Оның ең басты негізгі себебі мынау бағаналарда ауа райының бір жылып, бір аязға айналып, тұманды болуына орай қалыңдығы 15 сантиметрге дейін электр жарығы сымдарында мұздардың қатуы болып табылады. Егерде аталмыш шараларды лезде алып, мұздарды қағу жұмыстары жүргізілмеген жағдайда бұл бағаналардың жаппай құлауына алып келеді. Қазіргі таңда аудан бойынша электр жарығы жоқ ауылдар бұл Қарақұдық ауылы, Көктоғай ауылы, Ақсазды ауылы және Самбай ауылы болып табылады. Аталмыш ауылдарда жалпы 7 бригада, оның ішінде Ақтөбе қаласынан келген бригадаларда тиісті жұмыстарын жүргізуде. Шамамен 2 сағат көлемінде Көктоғай ауылында ақауды жойып, электр жарығын беру жоспарлануда. Сонымен қатар 4 сағаттың ішінде толықтай Қарақұдық ауылын қосу жоспарлануда және кешкі уақытқа дейін Ақсазды ауылын толықтай қосу жоспарлануда. Сонымен қатар Ақсазды ауылына қазіргі таңда қосымша қосалқы генератор мен электр жарығын беру бойынша шаралар қабылданып жатыр. Құрметті ағайын, қазіргі таңда қосымша жүргізілген мониторингтерге сәйкес Ақай, Сарықабда, Болгарка ауылдарында, сонымен қатар Тоқмансай бағытында бағаналарда мұздардың қатуы орын алуда. Осы жұмыстар аталмыш ауылда да кезең-кезеңімен 3-4 сағатқа дейінгі уақытқа электр жарығын тоқтату арқылы жүргізілетін болады. Құрметті тұрғындар, аталмыш мәселеге түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз.